Айдана мен Туран, шынайы сезім бе, әлде есеп пе? Көрермен не дейді? Көптің назарын аударған тағы бір жұп, Айдана мен Туран, жаңа қатынастың бастапқы қадамдары әсерлі көрінгенімен, қоғамда бұл жайлы түрлі пікір туындап жатыр. Бұл таныстықтың артында сезім жатыр ма, әлде бұл да проекттің бір бөлігі ме деген сұрақ әр көрерменнің санасын мазалайды. Айдана мен Туран алғаш танысқан сәттен бастап-ақ өзара сыйластық байқалды. Туран өзінің іскер екенін көрсетіп, Айдананы қонаққа шақырып, үлкен гүл шоқтарын сыйлап, ер азаматтық танытты. Бұл көрініс көп қыздың армандаған кездесуі секілді әсер қалдырды. Айдана өзі бұл жайында ұнап жатыр. Жалпы кез келген қыз баласына ұнайтындай таныстық болып жатқан сияқты, бастамасы жаман емес. Ер адамды ісімен бағалайтын адаммын, сезіммен емес. Туран істің адамы деп нақты айтып өтті. Сондай-ақ, жас айырмашылықтары бірақ жас. Айдана 1996 жылғы, ал Туран 1995 жылғы. Айдана бұл туралы да ашық жауап берді. Туран жайлы әсерін былай сипаттайды. Жүзі жылыдан түңілме дегендей, жүзінен ақ көрініп тұрған сияқты жақсы адам екені. Қарапайымдылығына ризамын. Жалпы әңгімеміз жарасты. Бұдан бөлек көрермен тарапынан кейбір сыни сұрақтар қойылды. Бірі олардың бұрыннан таныс екенін аңғартып, беліңнен ұстап тұр деген пікір айтса, Айдана бұған: жоқ, мүлде таныс емеспіз. Сырттайда ешқашан байқамай кездесіп қалмағанбыз. Менде қандай сәлем, сондай жауап деген бар. Адам кішіпейілділік танытып тұрса, мен одан сайын иілем деп жауап берді. Сондай-ақ, шымылдық ашылғанда неге қол беріп амандаспадыңыз деген сұраққа: басымды изеп амандастым негізі. Ұсынған қолын алмай қойсам, менсінбеді десеңіздер болар еді деп өз әрекетінің астарында ешқандай менсінбеушілік болмағанын түсіндірді. Алайда көрермендердің пікірлері екі ұшты. Бірі Туранды қолдап, оның байсалды, тәрбиелі, табысты азамат екенін жазса, енді бірі Туранның ажырасқаны, бұрынғы әйелі мен балалары барын айтып, Айдананың оны таңдауы ақшасына байланысты болуы мүмкін деген пікір жазды. Мысалы, неге ажырасты, ол қандай ақымақ әйел? Осындай байынан ажырасып жүрген деп жазса. Айдана ақылды қыз, өзі таңдар, уақытында көреміз деп қолдаушылар да табылды. Тағы бір пікірде былай делінген: Айдана байлығым байпағым емес дегенімен, байлық қолдың кірі деген сөздермен өзін ақтап отыр. Бірақ екі баласы бар адаммен бірден келісуі, оның материалдық жағдайын ескеріп отырғанын білдіреді. Бұрынғы әйеліне қатысты да жұрт пікірі екіге бөлінді. Кейбіреулер бұрынғы келіншекті өте әдемі деп, Туранның қадірін білмеген деп санаса, енді біреулер кішкентай балдарын тастап кеткен еркектен не күтуге болады деп Туранның өзіне күмәнмен қарауда. Тағы бір пікірден: Айдана кезінде ажырасқан қыздарға тисе кеткені бар еді, өзі енді сондай еркекке назар аударып отыр деген ескертпеде байқалды. Бұл сөздер Айдананың бұрынғы ұстаным мен қазіргі әрекетінің қайшылығын көрсеткісі келген сияқты. Қорытынды: Айдана мен Туран арасындағы таныстық қоғамда үлкен резонанс тудырып отыр. Бірі бұл қатынасты шынайы деп сенсе, енді бірі есептеп қабылдайды. Көптің көкейінде Туранның ажырасуы, оның екі баласы және Айдананың не үшін бұл таныстықты қабылдағаны секілді сұрақтар. Уақыт өте келе шындықтың беті ашылары анық. Бірақ бір нәрсе анық, жұрт бұл жұпқа бейжай қарап отырған жоқ. Әрбір әрекет, әрбір сөз сынның немесе қолдаудың нысанасы.